Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгінгі менің жасайтын бас киімім квадратный бас киім, конфедератка деп аталады. Мынандай конфедератка жасау үшін 23 сантиметр, лайыннан да 23 сантиметр қыламыз да. Мына жерін бір-біріне тура қосамыз. Өйткені кейін осы жерге дейін, мына жерге дейін маталар қосылады. Қазір көрсетемін. Міне осы жерге дейін киізбен тігіледі. Ортасына мынандай киізден, фетрдан искусственный жасаймыз. Өйткені сол ұсталынып тұрады. Сонымен шетін қазір қалай тігу керек екен, выкройкадан көрсетемін. Өстіп кесіледі. Мынандай угол шығару үшін біз мынаны бұрыш шығару үшін мынаны бүйтеміз. Мына бұрыштан мына бұрышқа дейін бүйтіп сызамыз. Мынаны кесіп аламыз, тағы да мынаны қойып, тағы мына бұрышқа сызып аламыз. Сосын мына екеуін кесіп тастаймыз, болды. Тура сол сияқты мына жерде де мына бұрышта. Мына бұрыштан мына бұрышқа дейін бүйтіп кесіледі. Бұл біз мына конфедератканы кішкентай балаларға 53-54 размерге жасап жатырмыз. Оның диаметрі где-то 17 сантиметр. Біз соған мына 17 сантиметр конфедератканың мынаны сразу кесіп алып тастаймыз мына жерлерін. Осылай сызып аламыз, осын кесіп алып тастаймыз. Міне мынаны біз фетрден уже жабыстырып тігіп салдық. Міне енді выкройкамызбен мына үлгі бойынша барлық жерінен кесіп алып тастаймыз. 0,5 қалтырып тігуге түгел кесіп дайындап қоямыз. Міне енді мына бұрыш-бұрыштарын бір-біріне біріктіріп тігіп тастаймыз. Бұның конфедератка қақиып тұрсын десеңіздер, ішіне жаңағы китовый уыз регелин қойсаңыздар болады. Біздікі кішкентай ғана баланың шапқысы болғандықтан регелин қойғам жоқпыз. Регелинсіз да өзі өте жақсы тұрады. Мына конфедераткамыздың астыңғы басқа келетін жолағын 10 сантиметр аламыз. Ішіне 5 сантиметр жаңағы фетрден қаттығып ішіне қойып тігіп тастаймыз. Соны сосын мына төбесіне біріктіріп тігеміз. Жаңағы үлгімізбен басқа түрін де жасай берулеріңізге болады. Міне выкройкаларымыз бәрі дайын болды. Енді конфедераткамыздың түгелдей тігіп дайындап қойдық. Өздеріңізге ұнап жатса, лайктарыңызды басып, пікірлеріңізді қалдырып отырыңыздар. Мына конфедераткамыздың астыңғы жолағына біз дублерен қойып тіктік. Оның артқы жағына барлық бастарға әдемі жақсы тұру үшін, қыспас үшін резинка қойдық. Кисточка кішкентай күміс, алтын, қара, көк, қызыл өздеріңіз білесіздер, қоя берулеріңізге болады. Міне біздің балаларға арналған конфедераткамыз дайын болды. Енді осымен видеом аяқталды. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Аман есен болайық.